Семей терең тарихы мен ұлы мұрасы бар қала. Осында Қазақстанның жүрегінде 90 жылдан бері Шәкәрім университеті білім мен шабыт орталығы ретінде ұрпақтан ұрпаққа өз миссиясын жалғастырып келеді. Бұл университет дәстүр мен инновацияның тоғысқан жері. Мұнда ардагерлер даналығымен бөліседі. Ғылым болашаққа жол салады. Ал түлектер осында алынған білімнің негізінде табысты бизнес құрады. Бұл Шәкәрім университетінің ұлылығы мен оны өмірінің бір бөлігіне айналдырған адамдардың тарихы. Қасиетті Семей шаһарына 22 жасымда келдім. Мақтансам да болар, себебі мен Абай атындағы қазақ орта мектебін бітірдім Павлодарда. Сол түлектердің ішінен тұңғыш шыққан ректормын. Мынау зоотехник малдәрігерлік институттың түлектерінің ішінде жалғыз ректормын шыққан. Бұған да жету оңай болған жоқ. 40-қа толмай институт ректоры болдым. О кезде біз одаққа қарадық. Онда Москвада ауыл шаруашылық министрлігі болды. Тікелей соның жанында бас басқарма болды да, мен соған қарадық. Мына тәуелсіздіктің 3-ші жылы, 43 жыл еңбек еткен ғалымдардың еңбегі нәтижелі болып, мына Байыс атты қой тұқымын шығардық. Ол жаңағы ғылыми техникалық кеңесте ауыл шаруашылық министрлігінің отырысында барлығы қаралып бекітіліп, сол жағынан біз осы қой тұқымын бүкіл Қазақстанға жайдық десем, ешқандай артықшылық айтқан жоқ. Қандай де болмасын, жоғары оқу орнының мақтанышы, қуанышы ол оның түлектері. Тек қана ғалымдардың саны 300 адамнан асады. Бұл дегеніңіз әр ғалым ол өзі бір төбе. Оның елдің гүлденіп көркеуіне қосатын үлесі айтарлықтай. Мына Қазақстанда тұңғыш рет мал дәрігерінің мамандығына арналған орысша қазақша кітап шығарған, көп жыл осы тек қана Жадағай мал дәрігерінен бастап ауданның басшы мал дәрігеріне дейін жеткен азамат бар. Қазір осы күнде тірі, сол кісінің кітабы бар. Онда ол өзінің күнделікті үкіметтің дәрі-дәрігерімен қоса, мына табиғи шөптердің ішінде де өзі көп бөлінеді, оның ішінде дәрілік шөптер де бар. Соларды олар қалай пайдаланып іске асырғандары туралы соны кәдімгідей біз айтып отырамыз. Бұл да енді Сатаев деген өзіміздің түлек, ол кісінің есімі әр уақытта жадымызда, ол туралы айтамыз. 1988 жылы Шәкәрім Құдайбердіұлының ақталуына байланысты Шәкәрімнің өзінің есімі берілді біздің университетке. Абай мен Шәкәрімнің мұрасын зерттеу біздің Шәкәрім атындағы университеттің ең басты нысаны, басты бағыттарының бірі. Қазақстанда алғаш шәкәрімтану орталығы ашылды. Ол орталық ашылғаннан кейін жай сөз ғана болып қойған жоқ. Бірнеше жылдың ішінде 7 кітап болып шәкәрімтану мәселелері деген жинақ жарық көрді. Одан кейінгі ірі дүние Шәкәрім энциклопедиясы жарық көрді. Үлкен ғалымдар, қоғам қайраткерлері Шәкәрім энциклопедиясының аса бір құнды деректер жинақтаған Шәкәрімнің өмірі мен шығармашылығы туралы жан-жақты мағлұмат беретін еңбек екендігіне назар аударылды. Абай мен Шәкәрімге арналған музей ашылды. Қазіргі уақытқа дейін елдің барлығы келіп көретін, қажетті мағлұматтар керек болатын болса, соны жинақтап табатын, деректер алатын орынға айналды. Университеттің басты миссиясының бірі білікті маман дайындау. Көптеген қазір біздің
студенттеріміз, магистранттарымыз, докторанттарымыз шетелге барып, әртүрлі стажировкаларын өтіп, не болмайтын болса, болашақ бағдарламасы бойынша өздерінің қызметтерін әрі қарай жалғастырып келе жатқан жағдайы бар. Міне мұның барлығы біздің болашаққа құйып жатқан инвестициямыз деп есептеуімізге болады. Ардагерлердің тәжірибесі мен даналығы жаңа жетістіктердің негізін қалады. Бүгінде университет олардың ісін жалғастырып, туған жердің табиғатын қалпына келтіру жолында еңбек етуде. Научный центр радиоэкологических исследований создан в 2007 году. Это была большая программа государственная, когда по республике создали 15 лабораторий коллективного пользования. И вот одна из них — это наша лаборатория, научный центр радиоэкологических исследований. Прямо сейчас есть проект, посвященный ускоренному выращиванию сосны. Так получилось, что мы подали эту заявку на этот проект, и в скором времени случился вот этот известный пожар, который был прошлым летом. Өздеріңіз білетіндей, алдыңғы жылдары бізде Қазақстанда көптеген өрттер болып, ормандардың қатары азайып, ол экологияға үлкен әсер беріп. Бұл өрт біздің экономикамызға да әсер етеді, және болашақта бұндай кесапаттың қайталанбауына барынша өзіміздің көмегімізді тигізуіміз керек. Мы занимаемся озеленением, восполнением, вернее, гарей наших прошлых лет и нынешних, сами знаете, да. В прошлом году был большой пожар, 60 тысяч гектар леса сгорело, на это уйдет на восстановление около 50 лет. И так получилось очень в тему наше вот это исследование сейчас. Сейчас мы плотно работаем с нашими коллегами из семей Ормана, и надеюсь, что результаты будут очень хорошие. Вот по предварительным данным, в принципе, неплохо работает наша технология для ускоренного выращивания сосны. В общем, мы на определенном этапе в почву, куда посеяны семена сосны, мы вносим наш полимерный материал на поверхность, и в результате наблюдаем ускоренное прорастание и ускоренное развитие этих семян. Вообще физически это работает просто за счет того, что больше тепла аккумулируется в этой почве и больше влаги задерживается. Поэтому то есть там никакого химического стимулирования нет, это просто чисто микропарниковый эффект. Поэтому на следующий год у нас запланировано опытно-промышленное испытание, мы будем уже на поле прямо обрабатывать, смотреть в закрытой корневой системе, в открытой корневой системе, как это будет. Но пока что вот первые результаты у нас опубликованы, недавно вышла статья. Мы с Алексеем Николаевичем начали сотрудничать буквально вот только весной. 1000 посадочных мест мы выделили для экспериментов Алексею Николаевичу. То есть это вот в одном поддоне 1000 штук. В закрытой корневой системе оно дало эффекту больше, чем в открытой корневой системе. По предварительным данным, значит, наши ростки, они на 4 дня раньше проросли, чем то, что классически применяется в питомнике. И на следующий год у нас запланированы большие опытно-промышленные испытания, мы больший объем планируем обработать, посеять, и, чтобы более наглядно наблюдать. Лес не только же является легкими планетами, но еще климат сам, он влияет. Если, например, не будет стены леса, то есть будут постоянно идут ветра. То есть лес, он как бы стимулирует климатические условия наши. Являясь представителем своей специальности по защите и охране и лесовосстановлению, я очень горжусь своей работой. Также я горжусь своей династией. Планирую поступать в университет Шакарима. Хотелось бы, чтобы люди ценили то, что мы имеем на данный момент. Табиғат пен орман байлығын сақтай отырып, университет жануарлардың денсаулығына да қамқорлық жасайды. Және тұрақты болашақ үшін ветеринарлық инновацияларды енгізуде. Шығыс Қазақстан өңірінде үлкен бір аграрлық сектор бойынша, жаңа ветеринария саласы бойынша зерттеу жүргізетін ғылыми орталық ретінде қалыптастыруды жоспарлаудамыз. Сондай біз ойдамыз негізінен. Қазіргі таңның өзінде жаңағы ғылыми бағыттарды дамыту бойынша гранттық қаржыландыру негізінде лабораторияларды ғылыми жабдықтармен жабдықтауда. Оның бір дәлелі ретінде биылғы жылдың өзінде 70 миллион астық сумаға микробиология және ПЦР лабораториясын іске қосты. Одан басқа жылда біздің лабораторияға қажетті жабдықтарды, жаңағы реагенттерді, реактивтерді, соларды жыл сайын қамтамасыз етіп отырады.
Қазіргі таңда біздің университеттің ғалымдарымен бірлескен жаңа радиопротекторлық қасиеті бар азық композицияларын дайындаған. Бұл негізінен жаңағы мал шаруашылығы, жануарлардың құрамындағы радиациялық заттарды бойынан шығаруға көмегін тигізеді, яғни радиациялық фонды төмендетуге мүмкіндік туғызады. Семей сынақ ядролық полигонына қарасты аймақтардағы жануарлардың радиациялық дозасын төмендетуге үлес қосқымыз келеді. Бұл салада біз қазіргі таңда жұмысты жүргізудеміз. На данный момент у нас насчитывается 54 баз практик, которые расположены не только в нашей области, но и в других регионах Казахстана. Область Абай является одним из ключевых регионов страны с развитым сельским хозяйством и особенно такие отрасли, как животноводство и растениеводство. Если говорить о перспективах развития сельского хозяйства, то университет Шакарима вносит свой посильный вклад в вопросы продовольственной безопасности, в вопросы обеспечения продовольствием населения нашего региона и страны. Атақты ғалым Евсеенко, егерде адам дәрігері тек қана адамды емдесе, мал дәрігері бүкіл адамзатты емдейді деген. Сондықтан оның бұна бастамасы, мұна осы оқу бөлмесінде 4 түліктің салыстырмалы түрде барлық қаңқалары көрсетілген. Оның ішінде содан кейін барлық құрылымын, оны алдымен осындай сүйектерін, еттерін көріп ап, сосын 4 түліктің өзін тірідей жаңаға тыңдап, әртүрлі тәсілдермен емдеуге осы жерден дайындалады. Есть проблема бактериального конъюнктивита у крупного рогатого скота. Есть давние разработки, связанные с наночастицами благородных металлов, в частности, наночастиц серебра. И мы предложили получать такие вот препараты, добавлять их в различные мази. Первичные результаты, которые были получены в лаборатории агротехнопарка, они показали, что наша система, вот эта, которую мы получаем, она вполне эффективна в отношении некоторых штаммов бактериального конъюнктивита у коров. Университетіміздің ғылыми жетістіктері ветеринария саласында ғана емес, сонымен қатар азық-түлік инженериясы саласында да маңызды үлес қосуда. Бұл ғылым бағыттары қоғамға қауіпсіз әрі сапалы өнімдер ұсынуға бағытталған. Тамақ инженериясы зерттеу мектебі жалпы басты мақсаты елімізді, әсіресе мына Абай облысы экологиялық зақымданған аумаққа жататын болғандықтан, оның ішінде мына біздің ғылыми мектептің басты міндеті тұрғындарды қауіпсіз тағам өнімдерімен қамтамасыз ету. Осы бағыт бойынша бізде көптеген ғылыми жобалар іске асырылуда, кафедраларда. Мысалы, экологиялық таза өнімдерден жасалған ет өнімдері, целиакия ауруын алдын алу мақсатында және де сол ауруға шалдыққан адамдарға арналған глютенсіз нан өнімдерін, қант диабеті ауруларына шалдыққан адамдарға, егде адамдарға арналған жалпы функционалдық тағам өнімдерін шығару басты мақсат. Ең күрделі бір бағыт бар. Тамақ өнімдерін капсуланың ішіне кіргізіп, асқазанынан өткізіп, шек өнімдеріне жеткізу. Бір бағыт басталды, постбиотиктер деген. Бірінші капсулаға қоя енгізіп, сол капсуланы асқазанға кішкене соның ішіне сақталып, ары қарай қоя кісінің қоя тоқ шегіне дейін жеткізу. Өйткені тамақтың бәрі ол кісінің организмға сіңуі, ол сол тоқ шек арқылы барады. Орысша айтқанда инкапсулирование дейді, капсуланың ортасына кіргізген жабдықтар мен технологияны соны қой дамыту, ол қазір өте күрделі. Сондай бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Жаһандану жағдайындағы Қазақстан елінің алдында тұрған үлкен міндеттердің бірі бұл тағам қауіпсіздігі мәселесін шешу. Осы бағытта 90 жылдық тарихы бар Шәкәрім университетінің құрамындағы тамақ инженериясы зерттеу мектебі 60 жылдық тарихы бар. Осы бағытта мамандар дайындайтын бірден бір факультет болып есептеледі. Біздің факультеттің тарихында осы тамақ өнеркәсібіне мамандар дайындау 3 деңгейде дайындалып келе жатыр. Ол бакалавр, магистр және PhD докторлар. Біздің факультетте
60 жыл болды дайындалған мамандар осы Қазақстанның түкпір-түкпірінде, ет өңдеу кәсіпорындарында, барлық жерде жұмыс атқаруда. Олардың барлығы да үлкен мамандар. Азық-түлік технологиялары қоғамға қауіпсіз әрі сапалы өнімдер ұсынуда маңызды рөл атқарады. Сонымен бірге жасанды интеллект жоғары мектебі ғаламдық бәсекелестік жағдайында Қазақстан экономикасын дамыту үшін аса маңызды сандық сала мамандарын даярлауда. Кешегі біздің елбасымыздың жолдауында айтылды, еліміздің экономикасын көтеру үшін жасанды интеллектті қолданып жасалатын жобалар қажет. Ол жобаларды жүзеге асыру, ол жобалармен жұмыс істейтін білікті мамандар қажет деп айтқан болатын. Нақты осы тапсырмада біздің жоғары мектебіміз осы білікті мамандарды даярлаумен айналысамыз. Біздің еліміз алдыңғы қатарлы дамыған елдердің қатарына қосылу үшін осы жасанды интеллектті 100% қолдануға қажет деп ойлаймын. 2024 жылы осы біздің Шәкәрім университетінде наурыз айында Huawei ICT Академия кабинет ашылды. Біздің осы IT кафедрасы бойынша 2 оқытушымыз Huawei ICT Академиясынан тағылымдамадан өтіп, сертификация алып, қазіргі таңда осы жаңа оқу жылынан бастап біздің студенттерімізге курстарын аша бастады. Биылғы жылы біздің Қазақстанның студенттерінің командасы Бахрейнде өткен конкурста, халықаралық Huawei ICT Competition'да гран-приді жеңіп алса, Шэньчжэнь қаласында Қытай елінде өткен конкурста біздің Қазақстан студенттері бірінші орын алды. Біздің университетімізде кез келген білім бағдарламасы еліміздің экономикасын көтеруге бағытталған, дәріптелген. Университеттің ғылыми жетістіктері инновациялар мен практикалық білімнің негізін қалайды. Сәтті кәсіпкер атанған түлектер осы жерде алған білімдерін табысты бизнес құру үшін пайдаланып, алғыстарын білдіре отырып, өз тәжірибелерімен бөліседі. Менің аты-жөнім Мұқажанова Раушан Мұратханқызы болады. Шәкәрім атындағы университетті мен 1997 жылы аяқтадым. Менің жолдасым да Шәкәрім атындағы университетті тамамдаған. Ең бірінші деп айтатын едім, өмірдегі ерекше маған әсер еткен дүние қазіргі мынау кәсіпкерлік бағытында да басқару ісі, управление. Өйткені өзімнің ерекшелігімді көрсетіп жүрдім, лидерлік, көшбасшылық қасиеттерім болды. Соның бәріне университет көмектесті деп айтсам болады. Университеттің білімі бізді одан әрі қарай шыңдады. Оны әрі қарай мен аспирантурада жалғадым. Қандай жұмыс бастаймыз деген уақытта біз бағытымыз көп болды. Сауда саттықпен айналысамыз ба, кәсіпкерлік жасаймыз ба, өндірумен айналысамыз ба деген кезде біздің ойымызға келген дүние бұл біз ұлттық дүниені жаңғыртуымыз керек дегенді шештік. Яғни ұлттық дүние бұл жиын, талқан, бауырсақ, яғни қазақтың ұлттық дәмін тек өзіміздің деңгейде, қазақ елінде ғана емес, сырт елдерге де таныстыруды өзімізге мақсат тұттық. Соның нәтижесінде міне біз 15 жыл болды. Адалас деген компания өмірге келді. Қазір біздің Адалас компаниясының 15 жылдығын атап өткелі отырмыз. Біз сол университетте оқып жүріп, білім деген нәрсенің қалай алу керек екенін түсіндік. Енді бизнес деген нәрсе бұның өзі ғылым екенін түсіндік. Енді яғни қарасақ, осы ғылымды қалай зерттеп, осы ғылымға қалай кіру керек екенін біз оқып түсіндік қой. Мен енді қазір жастарға айтар едім, студенттерге де айтар едім. Бұл студенттік өмір адамның өміріндегі бір кезең, бір жаңа кезең. Енді біреу студенттік өмірден өтеді, біреу студенттік өмірден өтпейді. Но студенттік өмірден өткен адам бір қадам алдыда болады деп ойлаймын да. Вот эти знания, которые профильные знания отношений психологии, у нас хорошо психологию преподавали, отношения с людьми, налаживать контакты, вот это образование мне сильно помогло в развитии предпринимательства, потому что я мог находить со всеми общий язык. Потихоньку с малого предприятия мы выросли в большой бизнес, сейчас у нас очень большой холдинг, работает около 3000 человек. Валовый оборот очень большой наших предприятий. Люди стабильно получают зарплату. Вот здесь я акционер. Есть у нас несколько заводов, которые работают стабильно. Сейчас грузовики, один из самых лидеров мы собираем с китайской компании Шансиман.
Мы полностью идем, конечно, здесь на локализацию. Там привлекаем тоже у нас студенты все с университета Шакарима, выпускники. Это начальники производств, начальники цехов, инженеры ОТК. Сейчас директор по производству, который молодой человек, у него уже за 30, он пришел, тоже выпускник Шакарима. У нас почти полностью 70% инженерного состава выпускники нашего университета. Сельский житель, он всегда связан с животноводством, с частным животноводством, подворное частное. Вот после окончания школы я поступил в наш Семипалатинский разовый институт в 1978 году. В 1983 я его закончил. После окончания института я был направлен опять же в деревню и работал простым рядовым ветеринарным врачом фермы. Затем я в 2001 году пришел в инспекцию, ветеринаром, нашу городскую инспекцию специалистом. Устроился. Через 2 года я был уже главным госветинспектором города. И с тех пор я уже 23 года работаю в ветеринарной инспекции. Шакарим университет готовит кадры теоретически, то практическую часть это мы даем. То есть я всегда, любая, пусть будет частная лаборатория, пусть это будет государственная организация, но я всегда стараюсь помочь, даже наши преподаватели с Шакарима, и ректор, и проректор, и декан, они скажут, что у нас очень сильный, тесный контакт. В том плане, что мы практические занятия, практику даем мы им. То есть практику они проходят, мы целенаправленно их направляем в сельские округа, в районы отправляем, в лабораторию ветеринарных экспертиз отправляем, в городскую ветлабораторию отправляем, в эпизод отряд отправляем. То есть если у них практика, скажем, 2 месяца или 40 дней, то мы этот процесс делим на несколько позиций, чтобы они везде прошли, чтобы своими руками увидели, почувствовали вот это. Шәкәрім университетінің түлектеріне айтатын 3 дағдым бар десем болатын еді. Біріншісі ол икемділік. Яғни сіз еңбек нарығына шыққаннан кейін тек қана университетте оқып шыққан білімді толықтай соны ғана қолданам деу біраз болсын қателік деп есептейміз. Яғни қатып қалған, үйреніп қалған, істеген, оқыған, білгенімді ғана істеймін деу қателік болып табылады. Енді екінші неге келетін болсақ, бұл инновациялық ойлау жүйесі. Яғни қазіргі таңда бизнестің болмасын, оқу орнының қай ұйым болмасын, оның драйвері, негізгі катализаторы ол жастар, инновациялық ойлау жүйесі бар жастар ғана болып табылады. Яғни ескіні сүйрей отырып, жаңашылдық жасаймын деу біраз қиындау түседі. Сондықтан жаңашылдық жасай отырып, ескіні гүлдендірем деу ол жақсырақ болады деген ол менің жеке пікірім. Үшінші ол эмоционалдық интеллект дейміз. Бұл дағды өте қажет. Адамды тыңдай білу, онымен сөйлесу, эмпатия білдіру, кейін кезде эмоционалдық интеллектісіз іске аспайды. Осы негізгі дағдыларды игеріп, оны күнделікті өміріңізге қолдансаңыз, жұмыста қолдансаңыз, бизнесіңізде қолдансаңыз, сіздің жетістікке жететіндігіңізге кәміл сенемін. Шәкәрім University бұл білім, ғылым және инновацияларды үйлестірген жетекші оқу орны. QS Asia University Rankings 2025 рейтингінде университет 1-ден 100 сатыға көтеріліп, Азияның үздік 501-520 жоғарғы оқу орындарының қатарына енді. QS Stars Rating System жүйесінде Шәкәрім University білім беру, жұмыспен қамту, басқару, әлеуметтік ықпал және мықты академиялық бағдарлама бағыттары бойынша 5 жұлдыз, ал инфрақұрылым, әртүрлілік, академиялық даму және халықаралық ықпалдастық салаларында 4 жұлдыз иеленді. Университетте 76 білім беру бағдарламасы аясында 3 деңгейлі білім беру жүйесі ұсынылады. Бакалавриат, магистратура және докторантура. 6747 студентпен бірге Шәкәрім Higher колледжінде 1050 білім алушы сапалы білім алып жатыр. Университеттің құрылымында 3 зерттеу мектебі мен 6 жоғары мектеп бар. Бұл мекемелер жасанды интеллект, физикалық, химиялық ғылымдар, ветеринария және ауыл шаруашылығы сияқты маңызды салаларда ғылыми жетістіктерге жетуде. Бұл деректер университеттің заманауи білім беру мен ғылыми зерттеулердегі жетекші орнын және халықаралық деңгейдегі беделін көрсетеді. Шәкәрім University бұл болашаққа нық сеніммен қадам басқан инновациялық орталық.
Осы Шәкәрім университеті енді көптеген қолдау көрсетеді. Университет қабырғасынан білімімізді алдық. Университет қабырғасында көптеген құрал жабдықтар бар. Солардың арқасында өзіміздің идеямызды жүзеге асырамыз. Шетелге көп барамыз. Бармаған еліміз қалмаған шығар. ақш-та да болдық, Еуропада да болдық. Азия мемлекеттерінде, Оңтүстік Корея, Индия, Сингапур сынды елдеріне барып, тәжірибе алмасып, көптеген білімді үйрендік. Және сол білім мен ғылымды қазіргі жастармен бөлісіп, өз идеяларымызды жүзеге асырып отырмыз. Бұрындары ғылымнан бәрі қашып, 90 жылдары ешкім жұмыс атқармаса, қазіргі таңда ғылым деген енді өзінің идеяларыңды жүзеге асыратындай мүмкіншілік береді. Және де қазіргі таңда ғылым министрлігі құрылып, экономикамызға, ғылымға деген көптеген ақша бөлініп жатыр. Сондықтан бұл жерде қаражат жағынан да қолдау, шетелге бару жағынан да қолдау, және де ең маңыздысы өзіңді ғылым ретінде, маман ретінде өз идеяларыңды жүзеге асыру болып табылады. Сондықтан Шәкәрім университеті қазір сондай көп мүмкіншілік береді. Бізде осы көктемнен бастап форматымыз өзгерді. Және де бұл өзгеріс тек қана атаудың өзгертуі болған жоқ. Бұл ребрендинг деп айтуға болады. Біз кішігірім басқаруға оңай, мобильді мектептерге айналдық. Бір мектебіміз 2-3 кафедрадан тұрады. Және де кез келген жаңа нәрселерді енгізуге дайын. Әсіресе зерттеу мектептері бұл жерде педагогикалық жүктеме 20-30%-ға төмендетілген. Және де сайенс профессор деген лауазым енгізілген. Оның педагогикалық жүктемесі тіпті 200 сағатты ғана құрайды. Сондықтан оқытушылар өз идеяларында жүзеге асыруға мүмкіндіктері көп. Және де осы жаңа форматта жемісті түрде жұмыс жасаймыз деген сенімдемін. Мен Шәкәрім университет таңдауымның себебі ол бір таныс арқылы сұрадым. Қай университеттер Қазақстанда жақсы сапасы, жақсы оқу арқылы оқушылармен жұмыс істейді. Сол маған Шәкәрім университет туралы да біреу ұсыныс берді, бір мұғалім. Өте жақсы жылы сөздермен қабылдады мені. Бірінші рет мен хабарласқан кезде олар айтты, маған тек бір этап көрсетті, қалай тапсыруға болады. Содан кейін ең соңына дейін, менің келгенге дейін менімен хабарда болған және маған жол көрсеткен. Және одан кейін да мұғалімдер әрқашан маған ең маңызды білімді мұғалімдер болу. Себебі осы заманда егер білімді мұғалім болса, ол адамға өте пайдалы екен. Тәжірибелі мұғалімдер бар. Сол маған өте пайдалы болды. Олардан сол қазір менің қазақ тілі сөйлеген себебі да осы мұғалімдер жақсы болған себептен мен тез үйрендім қазақ тілді. Әрине, егер шетелдік азаматтар келіп осы Шәкәрім университеті оқыса, онда олардың мемлекеттердің да көп салт дәстүрлер олар көрсетеді. Шәкәрім университетінің көп бағдарламалар болады сол жерлерде. Шәкәрім университеті бұл жай ғана оқу орны емес. Ол сабақтастықтың, өсудің және жаңа мүмкіндіктердің символы. Мұнда білімнің негізін қалаған ардагерлердің естелігі сақталады. Инновацияларға жол ашатын ғылым дамиды. Және де өз ісін бастаған табысты адамдардың тарихы жазылады. Университет өзінің жолын жалғастырып, ұрпақтарды біріктіреді. Және әрбір түлегі Семейде бастау алған осы ұлы тарихтың бір бөлшегі. Шәкәрім университеті Қазақстанның өткені, бүгіні және болашағы.